Мы тут писали псевдо с Чингизом Якубовым. Раз 10, наверное, переписывали. Сегодня муфти, Чингиз, а сегодня не пока. Тариф меге азырмыз. Студияда мен Султан Исакаева чалышам. Хайырлы акшамлар. Бюрократик процедуралар эксплуатацияға тапшырылacak объектлерінің мүддетлеріні бұзылуына себеп олмамақ керек. Бұл ақта Жумхуриетіміздің ел башчысы Қырымның қоручылық сасы бойынша топлашуында хабер етті. Тәдбір видеоконференция бағы черчевесінде кечірілді. Сергей Аксенов қағытлар ішлері чоқча сүрілгені үшін мемурларны жазаламаға теклиф етті. Объект строится государственный, типа не наш там, ну ничего, можно писать письма. Коллеги, вот за такой подход, значит, еще раз говорю, будет очень жесткие у нас с вами общения. Ну и там оргвыводы могут быть самые разные. Просто всех прошу. Буду еще раз расценивать, как нежелание выполнять свои функциональные обязанности. Бунин берабер елбашчы құружылық объектлері бойынша аңлашмаларының мүддетлеріні ғайрадан тешкірмеге ве имканлары олдуғша оларыны қысқартмаға авали етті. Ни одного дня пропуска у вас быть не должно на объекте. Вот просто ничего не интересует. Ко мне приходите, вот когда начинаются эти сроки, сделаем, в начале месяца получим, через месяц, в конце месяца то получим. Коллеги, по часам считайте, коллеги. Все объекты с отставанием идут. И Геройская, там проблемы были с проектированием водоотведения, там уже 2 года с половиной, то есть как бы это все болтается между небом и землей. Поэтому сегодня мне отдельно докладывайте, Евгений Алексеевич, хронометраж мне прямо, кто сколько корректирует по времени, какой объем документов в данном случае. Қырымда ана ясаға түзетулер көрсетілігі бойынша рей беру башланды. Бақчысара районының сәкенлері бірінші оларақ ой сечіміні япалар. Сайлав нұқталары саба саат 8-де чалышы башлады. Научный көйінде біріншілер сырасында ой сечіміні Қырым Жумхуриеті Девлет Шурасының рейсі Владимир Константинов етті. Отличное настроение, проделана была большая работа властями, простыми жителями по подготовке. Наконец-то этот процесс начался. Настроение хорошее, выбираем будущее Крыма, безопасное, процветающее развитие Крыма. Так что надеемся, что все злоключения крымчан за долгие годы прекратятся, и впереди у нас стабильная жизнь по развитию и преображению нашей отчизны. Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек Ахмеджеттеки сайлав нұқталарының біріне келді. Анда бізді мұхберіміз Фатиме Сейдаметова чалыша обызнен жанлы бағда болуна. Фатиме, бұл саатке сайлав нұқтасында вазиет насыл?
Салам алейкум, студия. Башымда учуз Эля Санлы Саляв ноқтасында болынамыз. Мында незаречелер комиссиязалары эпсі қавсызлық черелеріне рәйет етіп, адамларны қабыл етелер. Инсанлар өзлері демаскаларны кейіп келелер. Кірішінде оларның сұжағыны өлчелер ве бір керелік қалемлерні берелер. Енді өз рейні Девлет Думами бұсы Руслан Бальбек деп берді. Шымды о бізім янымызда тұра. Салам алейкум. Руслан Исмаилович, какова все-таки стратегическая цель внесения поправок в действующую Конституцию? Наш народ прошел через многие потрясения и заслужил достойной жизни. Считаю, что поправки в Конституцию принесут благо всей российской нации, всей российской цивилизации. Впервые в основном законе будут отражены нормы, которые касаются и этнокультурного, языкового многообразия, вопросы сохранения традиционных ценностей, воспитания, защиты семьи. Это все то, что позволит нам сформировать личность, которая будет подвержена всем влиянием извне, и тем не менее будет сохранить свою духовность, которая крепко связана с нашими традициями, обычаями и с нашими корнями. Спасибо. Біз сейчас девам етеміз. 25 дақадан соны епсі, бүгінгі күнде епсі сәлев нұқталары қапатылacak ве умумен оларның сайысы бұтын қырымда бендензияде олар епсі үйлінің бірі неже саба саат 8-ден ақшам саат 8-іне же çalışacaklar ве ер бұраныз рей бере біле, бұның үшін тек паспортына золмалы. Студия. Сағу Фатиме, бізнен жанлы бағда Фатиме Сейдаметова олды, бізісе хаберлер яныны девам етеміз. Ана ясаға түзітівлер бойынша рей беруфде Қырым ве Ақияр мұсылманларының муфти Саджи Мирали Аблаевда іштірак етті. Дене лидер рей беруфде фаал іштірак етмеге чағырды. Оның фікіріне көре дінішмелер эсас аспектлер акс етілі. Олар әм Қырым сәкенлеріне, әмді умумен Русиялерге ейлік кетірежек. Kırım'da bugün bizim için, insaniyet için, Kırım'da yaşayan bütün toplum için zerre kadar bir güzellik olacaksa, bize ümit varsa biz onda varız. Biz onda olmamız gerekir. Bütün milletimiz de bunda iştirak etmesi gerekir. Çünkü sen o sorudan kalmak olmaz. Bugün padişahın yaptığı, bugün çıkardığı kararlar neymiş? O hiçbir türlü bir incelemeye gereği yoktur ki kimseye. Çünkü bizim atalarımızdan gelen sözümüz evveli Allah'tır. Ondan sonra padişahtır. Bunu unutmayacağız. Февзи Якубов адына Қырым Удислек педагогика университетінде Девлет Думами бұсы Руслан Бальбекнің иш көрешігі кечті. Тәдбірлер салонында профессорлар, ұжалар ве студентлер топланды. Ана есаға түзітівлер көрсетілівінің мойымлігі музакере етілді. Талебелер фаал шекілде ось фікірлеріні білдірділер, эсас қанунға дінішмелерінен бағлы суаллеріні берділер. Оларының чоқысы тарихи қатыра сақланылмасы аққанда қанун лейхаға қол тұталар. Мы должны чтить, никогда не забывать и сделать, наверное, все возможное, что зависит от молодежи, чтобы сохранить историю нашего народа, историю нашего края, родной земли. Музакире етілген дегер мевзулар арасында ана яса севесінде аниневи ве айлеви дегерлеклерінің пекітілігі ве ичтимаи саасына көрсетілежек түзітівлер бар. Топланғанлар қайд еткенлеріне көре сәләв ноқталарда ilk сефер сиясетчілер үшін дегелді түзітівлер үшін рей бережеклер ве бұдыны шмелер яшайшымызны ейлештіре біле. Надеемся на наших студентов, на то, что они максимально мобилизуют всю молодежь и не будут в стороне, сделают все для того, чтобы отдать свой голос в поддержку вот тех изменений в стране, которые ожидаются, где мы, оставаясь самим собой, будем двигаться вперед, будем развиваться. Сонки сутка давамында Қырымда коронавирус инфекциясы да еда адамда белгіленді. Тибби бақуда 181 адам болуна. Выписано с выздоровления с начала периода 434 человека, в том числе 5 за последние сутки. Умер пациент, который находился в тяжелом состоянии в реанимации Симферопольской городской клинической больницы номер 7 с развившимся острым нарушением мозгового кровообращения, предварительно не связанным с ковид. Умумен пандемия башланғандан берлі COVID-19 хасталығы 638 адамға юқты. Қырымда жинайчылар группасының 3 азасы яқаланды. Белі олғанына көре олар Ялта сәкенінің қырсызлап, ондан пара талап еті еділер.
4 кіші епісі бір құружылық объектінде çalışа еділер зинадашларына чоқ пара кечірілгеніне білген сон олар алупкаға оның евіне келділер, ве зорлап машинаға отырдылар, ве орманға алып кеттілер. Анда зарар көргеніне көтекледілер, ве ондан азат етілмек үшін 1 миллион рубле талап еттілер. Кіші қачып олды үйінің игірім үшінде зарар көрген кішінің досты Ялта автовокзалы территориясында пара беріп достының паспортыны ве мобиль телефонына қайтарып алды. Қырым Жұмхуриеті ве Ақер шәрі бойынша çalışқан Русия Федераль Хавсызлық қызметі идаресінің хадимлері қара ниетлелеріні яқаладылар. Тәқиқат девам ете. Қырым татар мемарлары арасында Амедхан Султанға бағышланған әбеде қойылacak ернін абадынлаштыруы үшін конкурс тәйленежек. Үш берілген вариант арасында бір дәнесі сечілді. Не үшін бойле ве азырлық ішлері насыл басамақта олғаныны мұхбирі Масай Шашлакова біле. Если откроете, я буду благодарна не от себя, от его имени. Москвадан видеобағда Амедхан Султанын татасы Алла Садлаева бұлына. О кечелері үчтемей ағларда қайырлы хабер ақында оқыды. Улы Қырым татар симасына ватанында бұтун бойда биде ерлештірілежек. Он и герой, он и испытатель, он работал. Этот человек 50 лет достигший всего. Вот этот памятник его красавцу надо было поставить. Совет Қараманының хатырасыны эбеделештірмек үшін жемат эрбаплары мемарлар ве ерлі акимет векілері бірлештілер. Абеде үшін бір қач ер музакере етілді. Біріншісі хатыра таш қойылған ерде олмақ керек еді. Бұл меркези базарының айланмай алқасы олған район. Бұл кичік дамарта араба yolları арасында ерлеші. Мұнда геже күндіз қатнав тоқтамай. Бұл адаға етіп бармақ қиын, бұның үшін yol әрекеті қайделеріні бозмаға ве өз жаныны телукеге оқыратмаға мечбур олалар. Байрам тедбірлері вақытында сен не олажақ, бұл ер мықязды топлашывлар үшін келешмей. Теклиф етілген ернің да бір варианты меркези базарының кемерлері янында олды. Ләкин мұнда техники сынырлар ишлерге кедер еті. Разместить данный памятник на площади перед входом в центральный рынок был отклонен в связи того, что это место просто напичкано, насыщено коммуникациями всевозможными, и там разместить этот вопрос никак нереально. Адамлар Эйкел янына сербес кечсінлер деп, оны пионерский бурылышы ве Кирова жаддесі янындаки скверді ерлештірілежеклер. Территорияны энді тиджари объектлерден темізледілер. Это место, где будет установлен памятник, оно замечательно само по себе. На нем растут замечательные зеленые насаждения, это прекрасные кедры. Части фасадов прилегающих зданий приведены в надлежащее санитарное состояние. Мы рассчитываем, что это место станет новым культурным субъектом, культурным объектом нашей столицы. Қырым Жұмхуриеті yolbaşçısının yanında çalışқан Қырым татарлар шурасының топлашуында бір ел evvelsi абиденің лейхасы таздықланған еді. Yüksекliği aman 5 метрлік монумент üzerinde Бели Эйкельтраш Айдаралиев çalışа. А здесь так ориентирован памятник, что он смотрит полностью на всю площадь. С любой точки площади мы можем видеть его грудь, его медали, его лицо, его, так сказать, возвышенность над горами нашими крымскими. Поэтому я считаю место хорошее. Хорошее еще с точки зрения расположения и коммуникации. Бірден бір қач халқының арзусына амелге кечірілуіне тек Русиялы Қырымда иріштілер. Яқында Қырым татар мемарлары арасында монумент ерлештірілежек скверні абаданлаштырмақ үшін ярыш тайынленежек. Ишлер енді октябрь айында башлайжақ. Айша Шулаков, Арсен Фукаларов, Эльвахидов, Милет үшін. Қырымда 17 техникум ве колледжінің мезунлары World Skill стандартлары бойынша нәтижеве аттестациядан кечелер. Игідлер ве қызлар ашчылық, мода технологиялары, бухгалтер есабы ведігер мевзуи мейданларда ось ұсталықларына нумайыш еттелер. Экспертлер қайдеткенлеріне көре бойлы ағыр вазифелеріні атты әрбір мутихасыз баш етіп олмас. Студенттер вазифелерінің насыл бежергенлері ве не угренгенлері ақында біздің левхамызда. Мұнда әрші реалити шоуда олғаны көбі. Ашчыларының әрекетлері незарет тұтылы этрафта камералар ерлештірілгені да зияде кергінлік ярата. Оларының ярдымынен ол айтқан шейлер интернетте онлайн шекілде көстерілі. У нас на нашем сайте размещены все 5 ссылок, 5 рабочих дней. Уже, допустим, первые дни в записи, сегодняшние дни, да, и последующие будут онлайн. Қырым колледжлері ве техникумларының 450 мезуны үшін нәтижеве аттестация үйінің 29-ына жекечірлежек. Ребята делают 3 модуля. В модуле входит первый фингерфуд, птица и десерт. Всего участников в Судакском филиале у нас 20 участников.
В Алуштинском филиале 12 участников. Нумайш имтиханы уч емек пішірілівінден барет. Ашчылар оларның ир барыны уч порцияға бөлейлер. Нетижеде 9 порция олмалы. Жюри азалары оларның дам лезетіне қымет кесмектен ғайры, ашчыларның мутихасызлығына да диқат айралар. Антон Широв bu занатны нафле сечмегінде емен. Профессия мне понравилась, она мне по душе, востребованная, можно себя проявить с творческой стороны. Бойсе енді дегер зенат чешіті, яни енгіл арабаларының тамират қызметлерінің көстерілігі. Автонақле техникумының мезунларына көчі бозмақ ве топламақ турмы системасында бозувларны тапмақ кібі вазифелер теклиф етілі. Задание нам дает Союз WorldSkills. Да, и, в принципе, там в них ничего нет нового и сверхъестественного. Все, что изучали в течение процесса обучения. Енді егетлер енгіл арабалар тамиратылывынде усталықларны көстермей кереклер. Эмир 20 даққа ішінде берілген вазифені бежерді. Сложности возникали только в обучении, а в самом процессе сложности не возникает. Нетижеве аттестацияның WorldSkills стандартлары бойынша ДМ-имтихан шекалінде кечірілігі мезонларға кележекте иш қыдырвында емендлік бережек. Колледжлерде есе кадрлар азырлануы системасы иш бұйрычыларының талапларына яқынлаша. Фатиме Сейдаметова, Гузель Мамбетова, Алим Сейдалиев, Асан Зевадинов, Миллет Ичон. Ана ясаға тұзытывлер көрсетілігі бойынша рей беру себебінден кележек авта қысқа олажақ. Бұл ақтар Роструд идариясының матбуат қызметі хабер еті. Бұтын Русия рей беру күні, яны июльнің бірі ратлық күні деп илян етілді. Идареде қайдеткенлеріне көре шу күні çalışқан гражданлар күнлік айлықларыны 2 қат алажақлар. Жанкой ве Ялта шәрлерінде теле ве радио яйынлавда тоқтавлар олмасы мүмкін. Бұ ақта Қырым Жұмхуриетінің ішкі саясет малюмат ве бақ визірлігі тенбейлей. Бұ антенна мачта иншаатларында кечірілген ішлерінен бағлы. Жанкойде яйынлав үйінің 29 ве 30 күндері саба саат 9-дан ақшам саат 5-ке же тоқтавыла біле. Ялтада есе елінің 2 ве 3 күндері ішлер кечірілежек. Бүгінге бұл эпосы хаберлері Миллет телеканалынан айырылмаңыз, қайырлы ақшамлар.